ол нәрсе негізі. Яғни біздің қазақта жоқ ондай нәрсе. Депрессия деген ол ауыр нәрсе. Енді айтайын, кімде-кіммен депрессиядамын десе, бұл адам мен шүкірсізбін деген сөз ғой ол. Түсіндің ба? Депрессия деген кімде болады? Дінсіз адамда болады. Қытайда болуы мүмкін. Мысалы Қытайдың елінде, енді оның ішінде мұсылмандар да бар ғой, бірақ жалпы Қытайдың өзі бір діні жоқ мемлекет қой. Яғни мұсылман емес мемлекет қой. Америкада мысалға көп халық жалпы діни айтқан діни мемлекет емес. Европада да мысалға діни мемлекет емес. Олардың ондай екенін қаяқтан білеміз? Олардың жаңағы адалына қарамай, арамына қарамай тамақ жей беруі, олардың жаңағы не деп айтамыз, екі жыныстылар жаңағы бірдей жыныстылардың бір-бірімен